Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amanu va iman keltirgenler. Biz eskertemiz Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu'nun sözün. Ol sahaba ne degen bolatın? Kaşanda ya eyyuhellezine amanu degen sözdü eshitsеңizdер, derew kulak turunglar. Sebebi Allah Taala sizge qarap nemese bir buyruq, nemese bir tıyım saluda. Allah Taala bir buyruq berip жатыр. Ol buyruqtun özü tıyım mağnasında, yani va iman keltirgenler. La taqulu, aytpаңдар деген endi buyruq kelip atır. La taqulu ra'ina. Ra'ina deb aytpаңдар. Wa qulu unzurna. Aytыңдар, bizlerge nazarыңды sal деп aytыңдар, ya. Vasma'u, тыңдаңдар, естіңдер. Walil kafirina azabun alim. Arasında küpürlük tanıtkanlar үшін қатты azap var. Бұл аяттардың түсу себебін ғұламалар айтады. Мынау еврейлер Мәдинада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келгенде, пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассаламды кекетіп мазақтайтын екен дейді. Қалай? Райна деген сөз араб тілінде қара деген мағынаны береді екен. Мысалы, бер қара, маған қара деген сияқты араб тілінде мағына берсе, дәл сол сөз еврейлерде қандай мағына берген? Жаман мағына дегенде, егер раи деген сөздің түбірінен алсақ, оны шопан деп айтқан екен. Мағына береді екен. Яғни шопан десе, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам маған қараңыз деген мақсатта айтылып атқан шығар деп, ол кісі қарайтын болған екен. Одан кейін еврейлер кекетіп мазақтап күледі екен өзара. Немесе хазар ражул рағина деп айтатын болған екен. Мына адам рағина деп айтады екен. Пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассаламды көрсетіп. Жаңағыдай шопан деген сияқты мағынада қолданылған. Енді тағы бір мағынасы ибрани тілінде бір қарғыс сияқты болады екен да. Бізге жаңағы бізді тыңда, құлақ ас, естімей қалғыр деген сияқты сондай мағынада қолданылады екен. Тағы бір мағынасы раннан келетін болса, жахил, надан деген мағынада береді екен. Еврейлер бұл сөзді Алла сақтасын айтумен пайғамбарымызды кемсітіп кекететін болған екен. Аллах Таала бұл аятты жібергенде, енді бұны әрине сахабалардың ішінде Саад ибн Убада деген сахаба біліп қояды, еврейлердің кекетіп жүргенін. Саад ибн Убада бұрын еврейлерменен бірге бір-бірін қолдайтын болып келісімдер жүргізген. Үлкен ақсақал, Хазраж руының биі, ақсақалы ретінде. Кейін Хазраждықтар, ауыстықтар мұсылман болып пайғамбарымызға қосылған кезде еврейлер жаңағы қулықтарын әрмен қарай жалғастырған екен. Сол еврейлердің қулығын несін біліп, мынау Саад ибн Убада, Алла ол кісіге разы болсын, осы іс қылықтарын байқаған кезде қатты ашуланып келіп, осыдан кейін егер де сендердің ауыздарыңыздан райна деген сөзді
естісем, қай бірлерін айтатын болсаңыздар, бастарыңызды шағып алам дейді. Бұны еврейлер арабтардың өзі де айтады ғой дейді. Ақталып та, өздеріңізді айтып жүрсіздер ғой дейді. Бізге неменеге тиісесіздер? Біз де сол мағынада айтып жүрміз деп ақталғаннан кейін Аллах Тағала осы аятты жібереді. Ва мұсылмандар, сендер рағина деп айтпаңдар деп. Еврейлерге сірә айтуға болмайтын болды. Неге? Себебі бастары кетеді. Олардың айтудағы ниеттері анықталды сахабалар үшін. Ал енді мұсылмандар өзара айтып қалулары мүмкін еді ғой. Алла Тағала одан да тыйды. Не үшін? Ардақты елші, сүйікті пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассаламды Аллах Тағаланың өзі қай жағынан болмасын қорғауға, қоршауға алған. Абырой жағынан, іззет жағынан, қай қырынан болмасын, ол пайғамбарға ешқандай зиян тимеу керек. Әрине, адам екенін білдірту мақсатында кейде білеміз сүйікті пайғамбарымызға, мысалы Ухуд шайқасында не болды? Тісі сынды, мүбәрак жүзі қанады. Таиф қаласына барғанда қан тіпті анау аяқ киіміне дейін ағып қан болды. Дегенмен өлімнен қорғады. Немесе абыройсыз, дәрменсіз болып қалудан қорғады. Қай жағынан болмасын Алланың елшісін саллаллаху алейхи уассаламды Аллах Тағала қорғап жүретін болған. Имам Рази рахимахулла айтады, мына хитап я айюалладина аману Құранда 88 жерде осы хитап бар дейді. Яғни ва мумындар, ей иман келтіргендер деген шақырып. Ал еврейлерге дәл осы хитап мұсылмандарға болғандай, еврейлерге Таурат кітабында я айюхал масакин деген мағынада, ей міскіндер деген мағынада келген екен бірнеше рет. Бұл уасыфты Аллах Тағала шындыққа айналдырып жіберді дейді. Міскінді кімге айтамыз? Міскін, мәскәні жоқ, яғни жататын жері жоқ, үйі жоқ адамға айтамыз. Еврейлерді де Тауратта ей міскіндер деп шақырушы еді дейді. Аллах Тағала осы шындықты, ақиқатты жүзеге асырып, дүниеде ақ олар міскін екенін көрсетті дейді. Жер жоқ. Қанша мың жылдан бері келе жатқан ұлт болса да, ең қазіргі мына енді Құранның ілімін алмағанда, олай дүниелік ілімменен жүрген адамдардың қай бірінен сұрасаңыздар да, еврейлер өте башкати, еврейлер бай тұрады, еврейлер өте сондай деп мақтап, ақылды, тағы басқа деп келтіреді. Бірақ сол еврейлердің өзін қарасаңыз, жер болған жоқ, жер жоқ та қазір. 50 жылдан астам міне анау Палестинаны өздеріне мекен қылып алып, қырылысып келе жатыр. Бұл да әрине сынақ. Қияметке дейін ол ұлт болады ұлт ретінде. Бірақ жері бар ма? Жері жоқ. Сондықтан біздерге Аллах Тағала осындай кең байтақты жерлерді мұсылмандарға нәсіп еткеніне сан санақсыз мадақтар, мақтаулар болсын дейміз. Барлық осыған үлес қосқан ата бабаларымызға, мұсылмандарға, барлықтарына да Алла разы болсын. Енді бұл хитаптар, я айюхалладина аману деген хитап басталғаны Мәдинада басталған негізі. Түсінікті? Яғни Меккеде я айюхалладина аману дейтіндей хитап, шақырық, ол жүзеге аспаған. Неге? Себебі иман келтіргендер өте саны аз, бұйрықтар, тыйымдар әлі жоқтың қасы. Тек қана бір бұйрық, ла иляха иллаллах.
Соған 13 жыл бойы сүйікті пайғамбарымыз дағуат жасап күресті. Ал енді Мәдина қаласына келгенде шариғаттың үкімдері басталды да. Намаз оқу, ораза ұстау, зекет беру, қажылыққа бару, ананы айту, мынаны айтпау, ананы істеу, мынаны істемеу, анау харам, мынау халал деген тақырыптар басталғаннан кейін Я юхалладина аману деген тақырып басталды. Бұрын Меккеде Я юханнас деген хитап, адамдар, ва халайық деген шақырық ол қолданылатын болған. Мына жерде де Я юхалладина аману ва иман келтіргендер дегеніне қарағанда, демек бұл аят қай жерде түсіп жатыр? Мединада түсіп жатыр. Түсінікті мәселе. Жалпы Бақара сүресін қай жерде түсті деп қабылдаймыз? Мәдинада түскен. Сол үшін үкімдер өте көп Бақара сүресінде. Ла тақулу раина. Сендер раина деп айтпаңдар деді момындарға. Мұсылмандарды бір жамандыққа алып баратын бір нәрседен қайтарғысы келіп жатыр Аллах Тағала. Бұлай сыртқы көріністе ондай қатты зиян беретін сөз емес еді. Дегенменен Аллах Тағала еврейлердің сондай қылықтарына бола мұсылмандарды да одан қайтарды, тыйым салды. Негізі бұл сөз, раина сөзі, Ибн Жарир ат-Табари, Ата рахимахумуллалар риуаят етеді. Бұл лұғатта, яғни тілдік сөз қорында, мысалы ансарлықтардың жахилдық дәуірінде қолданылатын сөздерінің бірі еді дейді, раина деген сөз. Жайлап мына жаққа да өтті, бірақ олардың да қолданғанда да сол кемшілік сипаты ретінде қолданған екен да. Оларда пайғамбарды кемсіту мақсатында қолданып келген екен. Аллах Тағала солардың барлықтарының ниеттерін білгендіктен мұсылмандарға да ол сөзді айтқызбай қойды. Раинаның орнына енді не айту керек енді? Мысалы, бері қарайсыз ба деген сөздің орнына не айту керек дегенде Аллах Тағала орнына жақсырақ бір сөзді, синонимді сөзді әкеліп қойды. Назарыңызды бұрасыз ба бізге? Назарыңызды бізге бұрасыз ба? Деп осы сөзді қалдырды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға осы хитапты Аллах Тағала лайықты көрді. Түсінікті? Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жай әшейін адам емес, маған қараш дейтіндей мысалы да, ондай сөйлеу оған жараспайды. Сол себептен Аллах Тағала не істеді? Әдемі сөзбенен пайғамбарымызды шақыруды бұйырды. Бұл да болса бір құрмет. Қатты бір енді оңзорына сөзі негізі назар аудару, көзді бұру, қарау деген сөз. Егерде қатты бір шаруаларыңыз болса, пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассаламды мүбәрак жүзін өзіңізге қаратып, қарауын бұйырғыңыз келсе, өтінгіңіз келсе, онда оңзорына деген сөзді айтыңыздар деп, осы сөзді қолдандырды. Васмау, естіңдер, тыңдаңдар, бұл бұйрық. Бұл, былай айтқанда, итағат етілетін, бойын сұнылатын бір бұйрық ретінде момындарға түсті. Осылайша еврейлер сол көкіректері жабық болғандықтан, хасатқа берілгендіктен, сендерге дейді да, ешқандай бір хайыр, жақсылықтың келгенін қаламайды дейді Аллах Тағала. Олардың жүректеріндегі сезімді білдіреді. Мә яваттулладина кафару. Уатта яватту. Мына армандау, жақсы көру, бір нәрсені қалап тұру. Мә деген сөзбен нәфи қылып жіберді. Қаламайды олар. Олар ешқашан армандамайды. Сендерге мин ахлил китаб, китап иелері, валал мушрикин, және мушриктер. Ешқашан қаламайды. Ешқашан сендерге бір айюназзала алейкум мин хайрин мин раббикум. Раббыларыңыз тарапынан бір жақсылыққа кеңелулеріңізді мүлде армандамайды, мүлде қаламайды дейді Алла сақтасын. Мынау хасат бар жүрек сондай болады екен.
ана көре алмай отқан адамыңды, көре алмай отқан адамдарың өскен сайын, Алла бір жақсылыққа бөлеген сайын мынаған барып қадала береді. Кезінде мысалы кейбір ұлттар нелер өздерін биік көріп, басқа ұлттарды кіші көріп, мысалда, ол басқа ұлттар сәл бір өссе, сәл бір жақсылықтар жетсе, мыналар соны деген көре алмай, айтыр, соның абыройын кетіруге тырысып деген сияқты. Қазірде көріністері бар, қарасаңыз. Орыстарды қарасаңыз да тағы басқа, айтыр, немесе кәпірлерді қараңыз, мұсылмандар бір көтерілейін десе, бір жақсы бір нәтижелеріне қылайын десе, айтыр басып тастап, соларды бір жаман жағын көрсетуге тырысып, өздері керемет қылып шыға келеді деген сияқты. Мұның бәрі ненің белгісі? Көре алмаушылықтың белгісі, жүректеріндегі. Бұлар ахли китаптарда және де мүшриктерде, мұсылман еместердің бойында табылатын бір сипат деп жатыр Алла Тағала. Еш қашанда қаламайды сендерге бір жақсылықтың келгенін дейді. Аллаху яхтассу би рахматихи ман яша. Алайда, бұны білуіміз керек. Аллах Тағала қалаған адамын өзінің рахымына, рахметіне бөлейді. Қалаған адамын. Яғни, Аллах Тағаланың алдында біз білмейміз ол адамның қандай дәрежесі бар, қандай бір есебі бар Аллах Тағаланың. Неге ол адамды бір жақсылыққа бөледі? Біз білмейміз. Алла ар жағында өзі Құдай екенін білдіртіп шешеді. Кейде қарайсыз, ана адамның бір чемпион болуға, немесе бір үлкен ғалым болуға, немесе бір тағысын ел халықтың алдында беделді болуға, немесе мал дүниелі болып бизнесмен атануға ешқандай бір лайықты бір бойында бір не көрмейсің мысалда. Осыдан бір адам шықса, білмеймін ал деп тұрған адамың бір кезде Аллах Тағала алады да рахымына бөлейді, көтеріп тастайды. Міне Аллах Тағала өзі осы міне аятта баяндап жатқандай, қалаған адамында Валлаху яхтассу би рахматихи ман яша. Қалаған адамын не қылады? Өзінің рахметіне бөлеп жібереді дейді. Өзі біледі, себебі ол Құдай. Аллаху зул фадлил азим. Алла ұлы кеңшілік иесі. Алла біздің ойымыздағы біреу емес, ол Алла. Біздің ең төменгі дәрежедегі ойымызда Құдай осы адамды осыдан кейін осындай қылады деген ойда жүреміз. Бірақ Аллах Тағала қарайсың, анаң бір рахметіне бөлейді, жаңағы тәуба еткізеді, кешіріміне бөлейді, одан сайын дәрежесін арттырып жібереді. Біздің есебіміз қалай еді? Ананың кемшілігін көріп қалдық та, мына адам енді құрыды, тағы басқа деп қаламыз. Бірақ Алланың есебі ондай емес. Себебі ол Алла, ол сіздің, біздің ойымыздағы емес. Түсінікті мәселе? Ойымыздағыдан да биік бір ұлы зат ол. Дәл өзі ұлы болғандай, оның да рахымы, кеңшілігі өте ұлы. Яғни, бұлай айтқанда, бүкіл әлем Алланың рахымы мен рахметімен тұр. Бүкіл әлем. Кейде күнәда белшегіңнен батып атқан кезде Аллах Тағала иман бергеніне рахмет айтасың. Яғни басқа біреу болғанда, анау сахаба айтады ғой, қияметте Аллах Тағала маған амал дәптерімді атанан қарасын ба, сенің қайда баратыныңды шешіп берсін бе, әлде мен шешіп берейін бе десе, маған еркі қойса, мен жоқ, уа Алла, өзіңе қалдырам, өзің шеш дер едім дейді. Себебі мен білем, Алла атанамнан да маған рахымды дейді. Көрдіңіз бе? Яғни, ол Алла ұлы зат осындай жақсылықтар иесі. Келер қалаған адамын өзінің кеңшілігіне бөлейді. Ал енді мына жерде ғұламалар керемет бір дүниелерді шығарған. Қандай мәселелер? Біріншісі, «Ла тақулу рағина» деді, я? Фақих ғұламалардың көз ашықтығын қараңыз. Мәселені басқа қырынан қарап атқан қараңыз. «Әл-мәна ва тарк саттан лиззара'i». Кейде бір тәрк бұйрықтары келсе,
яғни тәрк етіңдер, оны істемеңдер, тыйым салып атқан бір бұйрықтарды көрсеңіздер, ол халал нәрсе болуы мүмкін, мубах, рұқсат етілген нәрсе болуы мүмкін, бірақ болашақта бір зиянға апарып қалады деген бір қорқыныштың алдын алып, түгелдей бұны қайтарып тыйым салады. Осы жерде соның көрінісі бар дейді. Яғни райна деген сөзді айтқызбаудағы мақсаты Аллах Тағаланың ана жақта болашақта сүйікті пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға қандай да бір құрметсіздіктердің есігі болашақта ашылып қалуы мүмкін деген сияқты да. Неге райна деген сөзді айтқанда неге мына сөзде болмайды? Ана сөзде болатын шығар деген сияқты есіктер ашылып қалады да. Аллах Тағала ол есіктердің бәрін жауып қойды. Түсінікті мәселе? Кейде қоғамда да сондай. Кейде қарайсыз қоғамда да бір мәселелер бар. Егерде халыққа, қоғамға мынаны рұқсат істеңдер десе, ана былай айтқанда, ана сол тақырыптың несін шығарады? Башыттың тізесін шығарып тастайды, былай айтқанда. Сол себептен соған бармас үшін алдын ала тыйым салып қояды. Түсінікті мәселе? Мысалы аң аулау халал ма, рұқсат етіле ме? Рұқсат етіледі. Бірақ қарайды да көзі жететін біреулер. Егер мына аңды тыйым салмасақ, тұқымы құрып кетеді дейді. Себебі адамдар не істейді? Бәрі аулаумен болып кетеді деген сияқты. Сөйтеді алатта бір, мысалы бір нәсілді бір нені алатта мүлде рұқсат жоқ, мынау қызыл кітапқа енген деген сияқты. Енді сондай бір заңдар шығарады да, не қылады? Тыйым салып қояды. Не үшін? Құрып кетпеу үшін. А негізі оны аулау халал ма еді? Шариғатпен? Халал еді. А не үшін тыйым салынып жатыр? Себебі тұқымы басқасы құрып кетпеу үшін деген сияқты. Сондай мәселелер бар. Бұл міне қасиетті Құранда да көрінісі бар екен. Сосын екінші қағида қарасақ, дәр'ул мафасид аула мин жалбил манфаа дейді. Кейде зиянды қайтару пайданың келуінен абзалы, жақсырақ дейді. Мынандай ереже бар. Кейде кінәлі іс бар, сонымен қатар сауапты іс бар. Қайсысын істейміз? Сауапты істі ма? Егер сауапты істі істесек, сонымен қатар кінәға да кіріп қалайын деп тұрмыз. Кінәнің де есігі ашылып қалайын деп тұр. Қайсысын істейміз? İstemegen abzal. Қайдан шығардық бұл істемеген абзал дегенді? Күнәға кіріп кететін бір не болса, көрініс болса, біз күнәдан тыйылғанымыз жақсырақ сауапқа кеңелгеннен. Не үшін? Себебі, ойлап қараңыз, мысалы, нәпіл намаз оқуға тыйым салынған уақыттар бар. Солай ма? Қандай уақыттар? Асыр мен шамның арасы. Сосын таң намаздан кейін. Сосын 3 уақыт, күн шығып атқанда, күн төбеге келгенде, күн батып атқанда. Солай ма? Енді осы уақыттардың бірінде бір кісі кіріп келді мешітке де тахиятул масжид, сүннет, сәлем намазын мұстахапты оқыды. Енді ол уақыттарда тыйым бар ма еді? Бар. Макрух бола ма? Макрух болады. Енді мына жақтан сауапты амалды істеп атқаны жақсырақ па, тыйымнан қайтқаны жақсырақ па еді? Бұны қай жерден шығарып жатырмыз? Аяттан. Түсінікті мәселе, сауап аламыз деп күнәға кіруге рұқсат жоқ екен. Түсінікті мәселе? Істемеген абзал. Мысалы, кешегіде пандемия кезінде бір темекі бар екен, я? Қистал хиндиден жасалады. Соны шегуге бола ма деді. Шеккендер бар ма? Ғұламалар айтады. Қандай да бір күмән мұсылман адам мынау темекі тартып жүр ғой, мынау қалай өзі? Біз бұны тақуада ойлап жүрген едік деген сияқты бір көрініс қой енді, көрдіңіз бе? Немесе мынау тартып жүрген болса, онда
бізге де болатын шығар деген сияқты ойға алып бармас үшін қандай да бір күмәнді тыйған, қайтарған, оның әкелетін пайдалы жағынан ол зияннан сақталу не болады? Уәжібірақ болады, міндеттірақ болады. Түсінікті мәселе?